Енді қазір бізде дәптерлеріңді ашасыңдар, тыңдалым және жазылым бойынша. Сендер білесіңдер, дискіде бізде дискіміз бар, соның ішінде тыңдалым мәтіні бар. Бірақ қазір тағы да жаңағыға байланысты дыбыс естілмейтін болғандықтан, қазір мәтінді мен оқимын. Үшінші тапсырма оқулықтарында ашыңдар, сендерде жазылып тұр. Сөйлем мазмұнына қарай керекті сөздерді қойыңдар дейді. Есімдіктерді анықтап, мағыналық түрлерін ажыратыңдар. Яғни қазір мен мәтінді оқығанда мұқият тыңдаңдар. Балалар, мен мәтіннің барлығын оқымаймын, бар болғаны бір 4 сөйлемге шейін оқимын. Осы ішінде қажетті. Сол мына көп нүктенің орнына қажетті сөздерді сендер қойып отырасыңдар. Я болмаса қазір жазып үлгермесеңдер, бірақ қажетті сөзді қазір соны жазыңдар дәптерлеріңе. Қай сөз көп нүктенің орнына қажетті. Түсінікті ғой. Екінші, есімдікті жазып болғаннан кейін осы мына 3 сөйлемнің ішінен есімдіктерді табасыңдар, оның қай мағыналық түрін анықтайсыңдар. Ол үшін алдымен есімізге түсірейік, есімдіктің неше мағыналық түрі бар. Есімдік дегеніміз орысша қалай, балалар? Местоимение. Местоимение, дұрыс. Неше түрі бар, балалар? 7 түрі бар. 7 түрі бар, дұрыс айтасыңдар. Жақсы, 7 түрі бар. Мысалға келтіріп жіберіңдерші, қандай түрлері бар? Жалпылау. Дұрыс. Жіктеу. Жіктеу, дұрыс. Дұрыс. Жақсы, балалар білесіңдер. Міне, яғни бір тапсырмадан екі жұмыс жасайды екенбіз. Ал онда мұқият қазір мәтінді тыңдаймыз. Мен оқимын. Сендер белгілеп отырасыңдар сөйлемнің көп нүктенің орнына қойылатын сөздерді. Қымбатты отандастар, біздің қазақстандықтар бір халықпыз. Біз үшін ортақ тағдыр, бұл біздің мәңгілік ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы, бабаларымыздың арманы. Егеменді дамудың 22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Олар көктен түскен жоқ. Бұл құндылықтар уақыт сынынан өткен қазақстандық жол тәжірибесі. Біріншіден, бұл Қазақстанның тәуелсіздігі және астанасы. Екіншіден, қоғамымыздың ұлттық бірлік пен келісімі. Үшіншіден, бұл зайырлы қоғам және жоғары руханият. Төртіншіден, бұл индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. Бесіншіден, жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Үлгердіңдер ме, балалар? Иә. Барлық үлгердіңіз, екінші рет оқудың қажеті жоқ па? Жоқ. Жақсы. Онда бірінші сөйлемде егеменді дамудың бірінші сөйлемді кәнекей кім оқиды? Арина, оқышы, қандай сөйлем оқулығыңдан оқыда және қажетті сөзді айта ғой. Егеменді дамудың 22 жылдың барша қазақстандықтарды біріктіретін ел болашағының тілен қалған басты құндылықтар жасалды. Тілен дедің ба? Тағы кімге кім қандай сөз жазды, балалар? Іргетасын. Іргетасын. Арина, сен дұрыс түсінбегенсің ау деймін. Мінекей іргетасын өзгертіп жібер. Екінші сөйлемді Батырхан оқы. Қай бет? Жаңа айттың ғой 141 бетте. Үшіншіден деген басталатын. Сен белгіледің ба ол сөзді? Иә. Ал кәнекей оқы үшінші сөйлем. Үшіншіден, бұл зайырлы қоғам және жоғары руханият. Так. Балалар, дұрыс па? Қандай сөз болды? Зайырлы. Зайырлы. Так, жақсы. Даша, оқышы. Төртіншіден, бұл индустрияландыру мен инновация негізделген экономикалық өсім.
Балалар дұрыс па инновацияларға? Иә. Иә, Дұрыс. Тамаша, керемет балалар. Жарайсыңдар. Енді осы қалған сөйлемдерді өздерің үйде орындайсыңдар. Ал сендерге мен аудио жазбаны WhatsApp-қа салып жіберемін. Түсінікті ғой балалар? Бұндай жұмыс жасап жүрміз, иә? Мгм. Жақсы. Енді екінші тапсырмамыз. Кәнеке, осының ішінен есімдіктерді табайықшы. Кәнеке, кім айтады? Қандай есімдік таптыңдар? Бірінші сөйлемде есімдік бар ма? Барша. Барша. Екінші сөйлемде? Бұл. Бұл. Үшінші сөйлемде? Тағы да Ол. бұл. Жақсы. Барша ол қай мағынасына қарай қай түрі? Бұл жалпылау, Жалпылау, ал бұл ше? сілтеу. Сілтеу. Тамаша балалар. Жақсы, керемет, жарайсыңдар. Керемет. Мінекей, тапсырманы орындадыңдар деп жақсы түсіндіңдер. Онда балалар, сабағымызды аяқтап қойып, бізге тағы қосылған оқушылар бар ма? Мен мына жерден көре алмай отырмын. Кімдер қосылды сабаққа бүгін? Тек осы ғана оқушылар ма? Жақсы, онда сабағымызды бүгінгі қорытындылайық. Сонымен сабағымыздың басқа мақсаты бізде тыңдалым мәтіні бойынша көтерілген мәселені түсіну. Негізгі ойды анықтау болатын. Қалай ойлайсыңдар балалар? Біз мәселені түсіндік пе? Бүгінгі Иә. жақсы. Негізгі ой не туралы болды сонымен? Нені Тәуелсіздік, Тәуелсіздік ел. құндылық. құндылықтар Мәңгілік. көрсетесіңдер. Яғни біздің тәуелсіздік еліміздің негізгі құндылықтарын білген екенбіз. Және үшінші мәтін құрауда есімдіктерді таптық па балалар? Иә, таптық. Жақсы, мен ойлаймын, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Онда кәнеке осы жерден сендер айтуларыңа болады, немесе жазуларыңа болады. Сабақ сендерге қалай өтті? Енді бізді сабағымыз 30 минут қана болып тұр. Қызықты ма, қызықты емес па? Қызықты. Жақсы. Ал онда сабақта әрқайсың айтыңдар, кім не істедіңдер? Жұмыстандым. Жұмыстадым. Ал сендер соңғы қорытынды бойынша сендер не мынаның ішінен қайсысы сендерге? Даша, сен айтып отыр. Түсіндіңдер. Ал бұрыннан тағы да басқа нәрсе үйрендіңдер ме? Иә. Бұрындан көп нәрсе үйрендім. Жақсы, тамаша онда. Жақсы балалар. Мінекей біздің жарайсыңдар деп айтқым келеді. Біз мінекей бүгінгі сабағымыз мына ертеңгі болатын үлкен мерекеміз 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне сай келіп отыр. Барлықтарыңа рахмет. Осы мереке күнімен сендерді және өзіміздің әріптестерімізді барлықтарыңызды құттықтағым келеді. Еліміз аман, тыныш болсын балалар. Тәуелсіздігіміз өркендей берсін. Сабағымыз онда аяқталды. Менің сабағыма қандай баға қоясыңдар? Надай қойыңдаршы, көрсетіңдер. Жақсы балалар. Онда сабақ аяқталды. Тамаша, сау болыңдар. Жағы маған WhatsApp-қа жіберіңдер, жаңағы кодпенен, жарай ма балалар? Онда сау болыңдар балалар. Рахмет. Жақсы балалар.